Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге кредит тарихын тегін алу жолын көрсететін боламыз. Білесіздер, первый кредитный бюрода бірінші жылына бір рет қана тегін аламыз ЭЦП ключімен. Ал уже екінші рет, үшінші рет алғанда 400 теңге сұрап тұрады. Сол 400 теңгені төлем жасап алатын боламыз. Ал бұл сайтта біз тек қана ЭЦП ключтің көмегімен қана алатын боламыз. Ол үшін біз поискқа МКБ деп жазамыз. Осы жерде жазғаннан кейін, мына жерде государственный кредитное бюро бірінші тұрған, осыған кіреміз. Кіргеннен кейін бізде басты бетке өтеміз. Енді осы жерде мына жоғарыда тұрған оң жақтағы кілтті басамыз. Бізде кірді. Енді физический, сіз егер физический лицо болсаңыз, физический или юридический. Біз физический лицо дейміз. ЭЦП ключті таңдаймыз. Открыть. Қол қоямыз. Разрешить. Осы жерге добро пожаловать деп аты жөндеріңіз шығады. Кімге алып жатсы, сол адамның аты жөні шығатын болады. Енді сол жағымызда міне персональный отчет. Персональный отчет банкротства граждан Республики Казахстан. Мына жерде екі түрлі отчет шығаруға болады. Біз персональный отчет банкротства граждан Республики Казахстан. Подписать с помощью ЭЦП. ЭЦП ключіміздің РСА форматын таңдап, қол қойып, отчетымызды шығарып алатын боламыз. Ожидайте. Процесс может занять до 15 минут. Күте тұрамыз. Мінекей достар, отчетымыз дайын болды. Бұл жерде сіздерде общий кредитіңіздің қанша болғанын, нақты қанша күн просрочка, сол жайлы көрсетіліп тұрады. Қанша банктен қарызсыз, коллектор немесе зайым болса зайым, барлық атауы осы жерде тұрады. И суммасы осы жерден көрсеңіздер болады. Және өзіңізге керек болса, мына жоғарыда стрелканы басып, сақтап алсаңыздар да болады. Сіздерге тағы екінші жолын көрсетейін. Шығарып алудың персональный отчет дегені бар. Бұл жерде де тоже басқалай отчетты алуға болады. Достар, егер видеом пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.